Күдіктілер қылмыс орнын көрсетті. Атыраудағы трагедия жайлы сұмдық дерек шықты. Атырау облысы Жангелдин ауылында болған қанды оқиға жайлы тың дерек шықты. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Журналист Жанат Молдашева желідегі парақшасында жаңа деректерді жариялады. Жангелдин ауылындағы қанды қылмысқа күдікті Сұлтан Сәрсемалиев пен Ақбаян Мұханғалиева Атырау қаласына жеткізілген. Бейресми ақпарат бойынша Наурыз Мұханғалиев пен Мейрамгүл Қарабалинаның да мәйіті табылыпты. Күдіктілер қылмыс орнын көрсеткен көрінеді. Бірақ бұл дерек туралы әзірге полиция мәлімет таратқан жоқ. Бәрі де бейресми ақпараттар. Видео архив Жангелдинде өз үйінен ерлі зайыптылардың мәйіті табылған кезде түсірілген бейне жазба, деп жазды журналист. Қадірлі көрермендер, бұл іс шынымен өте ауыр әрі бүкіл елдің назарында тұрған жағдай. Қазір әлеуметтік желіде түрлі ақпарат тарап жатыр, бірақ олардың бәрі бірдей ресми расталған емес. Сондықтан нақты мәліметті құқық қорғау органдары айтқанын күткен дұрыс деп ойлаймын. Егер расында жаңа деректер анықталып жатса, тергеу толық жүргізіліп, бәрі заң аясында шешілсе екен. Марқұмдардың жақындары үшін де шындықтың белгілі болуы өте маңызды. Осындай қайғылы жағдай ешбір отбасының басына түспесе екен. Ең бастысы, істің ақ-қарасы анықталып, әділ шешім шықса, қоғамдағы көп сұраққа жауап болар еді.